Бүгінгі сабақ барысында біз программинг деген жай ғана оңай емес, ол тіпті табиғи ойлау процестерінің жиынтығы екенін түсінеміз. Яғни программингті түсіну үшін бізге қатты қиналу керек емес. Себебі біз бұл әдістердің барлығын, компьютерде қолданатын әдістерді біз күнделікті өмірде қолданып жүрміз. Бүгінгі енді тақырыбымыз біздің variable. Variable дегеніміз не? Variable дегеніміз белгілі бір информацияны, data дегеніміз информация болып аударылады. Информацияны компьютердің жадына, яғни памятіне белгілі бір атпен сақтауды біз variable деп айтамыз. Яғни сол контейнерді айтамыз. Контейнер не? Мысалы, шелек сияқты белгілі бір ячейканы орын алып отырады біздің жадымыздан. Оның ішіне қандай информацияның түрлерін біз білеміз. Осы күнге дейін біз өткен біріншісі string, яғни тырнақшаның ішіне сақталған сөз, сөйлем, жаңағы тексттарды. Немесе тағы қандай түрін білеміз? Ол цифра, жаңағы numbers, сандар. Мысалы 1, 2, 3 болып. Енді біз бұны күнделікті өмірде қалай қолданамыз? Мысалы, біздің көрші бала болса, сенің туысқандарың келді де сұраса, мысалы, көрші бала деген кім десе, сен бірден жауап бересің. Қандай информация бар? Сен осы көрші бала деген контейнерді сен өзіңнің памятінде сақтап қойғасың. Көрші бала дегеніміз кім? Ішіне информация салып қойдық. Мысалы, көрші бала кім десе, біз ең бірінші ішінде қандай информация бар, соны шығарып береміз. Яғни айтамыз, көрші бала дегеніміз ол жылауық бала. Мысалы, жылай берсе, сен жылауық бала деп сақтап ал. Немесе көрші бала дегеніміз толық бала. Немесе кім ол көрші бала деп сұраса, мысалы, Айдос боксер болуы мүмкін. Көрші Айдос деген бала боксқа қатысады, боксер деп сақтау мүмкін. Яғни біздің жадымызда, біздің памятімізде көрші бала деген variable бар екен. Және біз оның үшін белгілі бір информациямен сақтап қойдық, толтырып қойдық. Енді іс жүзінде Pythonда көрсететін болсақ, біз өзіміздің жұмыс істеу ортасына келейік. Бұл веб-сайтқа сілтеме осы видеоның сипаттамасына таба аласыздар. Соны ашсақ, осы веб-сайтқа келеміз. Енді бізге керегі мына үшінші бөлігі Python shell деп аталады. Біз осындай жұмыс істейміз. Қазір мен жазайын. Variable. Ағылшынша variable, енді бұны тағы var деп те атайды. Яғни бүкіл сөз қиын болғаннан кейін, құр бізге ғана емес, ағылшындардың өздеріне де қиын болғаннан кейін, оны қысқаша var деп атайды. Сол біздің бұны атауында тұрған көп нәрсе жоқ, егер біз оның мағынасын түсінсек. Қазірше біз var деп атай берейік. Ең бірінші бізге контейнер жасау керек жадыда. Яғни қалай жасаймыз? Біз оған ат береміз. Ең бірінші істейтін әрекетіміз variable'ды жасау үшін біз оған ат береміз. Атты берудің екі түрі бар. Біріншісі camel case дейді, яғни түйе әдісі. Camel деген түйе, яғни түйеге ұқсатып жазуға болады. Мысалы, жаңағы біздің мысалда көрші бала болса, көрші бала, яғни әрбір сөздің бірінші әрпін біз бас әріппен жазамыз. Немесе екінші әдісі snake case, жыланға ұқсатып жазамыз. Мысалы, көрші, одан кейін астыңғы сызықшаны қоямыз да бала. Міне екі түр бар. Біреусі жыланға ұқсатып, біріншісі түйеге ұқсатып, екіншісі жыланға ұқсатып. Бүгінгі сабақта біз мысалы жыланға ұқсатып жазып бастайық атын. Мысалы, көрші бала дейміз. Енді ішіне информацияны қалай сақтаймыз? Мынау сақтау процесі қалай жүзеге асады? Ол өте оңай. Құр тең деген таңбасын қоямыз. Одан кейін осы теңнің оң жағында болған бүкіл информация көрші баланың ішіне сақталады. Мына көрші бала деген контейнердің ішіне сақталады. Мысалы, біз көрші баланы ішіне string қояйық. Айдос боксер. Айдос боксер деп сақтап қояйық. Себебі Айдос боксқа барып екі жарым апта болды. Енді сұрайық компьютерден. Көрші бала деген кім десек, ол деген ішіне Айдос боксер деп сақтап қойып көрінді. Құр көрші баланы жазамыз да, интерді бассақ, Айдос боксер болып сақталып тұр. Енді бұл
контейнердің ішіндегі информацияны біз әрдайым жаңартып отыруға болады. Ерекшелігі, мысалы, жаңа информацияны сақтап, бұрынғы информацияны алып тастауға болады. Бұл қалай жүзеге асады? Бұл өте оңай. Жай ғана көрші бала дейміз да, жаңа информацияны жазамыз. Тең дейміз да, жаңа информацияны береміз. Мысалы, Айдос 2,5 апта бойы боксқа барып, бүкіл майын ішіп, түбін түсірді да, енді ол қызық емес деді да, енді қандай күреске кетті. Яғни қазақша күреске кетсе, біз оны не деп жазамыз? Айдос палуан деп жазып, балуан ба? Палуан. Айдос палуан деп сақтаймыз. Енді компьютерден сұрасақ, көрші бала кім десек, ол айтады Айдос палуан деп сақталды. Сол біріншісі біз түсінгеніміз, оны ең бірінші біз ат береміз, одан кейін тең таңбасы арқылы ішіне информацияны саламыз. Енді көрші баланың жасы деген жаңа variable'ды жасайық біздің жадымызда. Яғни бір контейнер создавать етеміз. Мысалы, көрші бала дейміз да, көрші бала жасы деп жазып қояйық. Жасы деген жаңа контейнер создавать етейік. Контейнердің ішіне информация саламыз. Информацияны қалай саламыз? Тең таңбасы арқылы. Тең таңбасының орын жағына жазылған бүкіл информация, жаңағы data, сол контейнердің ішіне сақталады. Көрші бала қаншада десек, 24 дейік. Көрші бала жасы 24-те. Енді біздің компьютер біледі, көрші баланың жасы қаншада екен. Сұрайық, көрші баланың жасы деп, жасы десек, ол 24 дейді. Көрдіңіздер ма? Енді жазайық, көрші бала. Бұрын енді көрші бала туралы жалпы мағлұматты ұмытып қалдық екен. Көрейік, контейнердің ішінде не бар? Көрші бала десек, Айдос палуан дейді. Енді көрші баланың жасы қаншада? Көрші бала жасы десек 24. Мысалы, бір жылдан кейін біз бұл контейнерді, variable'да, var'ды өзгертеміз. Келесі жылы біз өзіміздің жадымызда, өзіміз байқамастан оның ол туралы информацияны алып тастап, жаңа информация саламыз. Мысалы, көрші бала жасы деген var'ды біз өзіміз ойланбастан оп-оңай өзгертіп отырамыз. Яғни көрші бала дегеніміз қазір 25-те, мысалы, бір жылдан кейін ол 25-те болады. Келесі жылы бізден сұраса, біз оны өзіміз ойланбастан, біздің миымыз осы процесті жүргізіп, оны жаңартып қойды. Көрші бала 25. Сол келесі жыл бойы бізден сұраса, көрші баланың жасы қаншада десе, біз 25 деп қайта жауап береміз. Көрші бала, біз сұрасақ, мысалы, көрші бала десек, ол 25 деп сақтайды келесі жылы, или қазірде, мысалы, мен қазір шатасып кеткен болсам, біреу маған айтса, ол 24 емес, ол 25 десе, мен оны ойланбастан, ішіндегі бұрынғы дұрыс емес екен деймін да, мысалы, ол информацияны алып тастаймын да, жаңа информацияны салам. Яғни ол 24 емес, 25-те деп салып қоям. Жүк деп салам. Жай ғана салмай, жүк деп салам. Мінекей бүгінгі тақырыбымызды қамтыдық. Және тағы бір айта кететін нәрсе, сіздер осы бұл деген құр негіздері ғана. Бұл негіздердің барлығын сіздерге толығымен түнде оятса жаттап алатындай болу керек емес. Бірақ сіз жай ғана қазір түсінсеңіздер, концепцияларын құр түсініп өтсеңіздер, кейін біз деген мысалы әртүрлі веб-сайттар немесе әртүрлі ойындар жазып бастауымыз мүмкін. Сол кезде осылардың барлығын қолдана бастаймыз. Бірақ бұның барлығын бірден жаттап алу бізге міндетті емес. Тағы бір мысал кейін болашақта біз не ететін болсақ, бір ойын жазатын болсақ, мысалы төбелес туралы ойын жасайтын болсақ,
мысалы не деп жазамыз, мысалы біздің не жаңағы ойындағы бір не бар, кнопка бар, мысалы X десек, X деген тең дейміз да, X-ті басса төбелескенде отыру деп сақтаймыз. Отыр. Яғни X десек, бұны отыр деп сақтаймыз. Сол кезде әрқашан біз X-ті бассақ, ол отырады. Мысалы, енді X-ті бассақ, сұрайық, бұл не істеу керек? Отыру керек. Міне осы сияқты келешекте біз осы variable-дарды қолданамыз. Мысалы, немесе жаңағы uppercut десе, астынан ұру деп ше. Сол сияқты информацияларды сақтаймыз. Яғни келешекте біз variable-дарды әртүрлі ішіне белгілі бір әдістерді немесе жаңағы информацияларды барлығын осы арқылы қолданамыз. Жалпы болашақта қалай қолдануға болады деген тақырыпқа келетін болсақ. Ал қазірше біз түсінетініміз, біз бұл әдісті күнделікті өмірде өзіміз байқамастан қолданып жүрміз, және ол өте оңай. Variable дегеніміз белгілі бір информацияны біздің памятімізде, жадымызда белгілі бір атпен сақтау. Соны variable деп атаймыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.